Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Алакөл ауданы Көктұма қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Туечиева Ажар Әбдімүтәліпқызы. Балалар, біз қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Бізде қазір қазақ тілі сабағы. Олай болатын болса, балалар, назар аударыңдар. Берілген сандарды таңдаймыз. Ендеше балалар, сандар ассоциациясы әдісін қолданамыз. Сіздерге сандар беріледі. Сол сандарды түстеріне қарай таңдай қойыңдар. Кім қандай санды түсіне таңдайды, өз еркі. Таңдадық па, балалар? Олай болатын болса, назар аударамыз. Санның көк түсін таңдаған оқушылар мөлдір су, көк аспан елестетеді. Сандардың сары түсін таңдаған оқушылар күн, жарық және шөл дала елестететін түрі болады екен, балалар. Ал санның ақ түсін таңдаған оқушылар тазалық белгісі, адалдықты білдіреді екен, балалар. Ал балалар, біз түспен бірге не таңдадық? Дұрыс айтасыңдар, сан таңдадық. Олай болатын болса, балалар, 3 пен 7 саны қазағымыздың киелі сандарына жатады екен. Ендеше, балалар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сабақ мақсаты: сөйлемнен сан есімді тауып, дара немесе күрделі екенін ажырату. Олай болатын болса, балалар, сан есім дегеніміз қандай сөз табы еді? Есімізге түсірейікші, кәне. Кімнің есінде бар? Жарайсыңдар. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін. Осы сан есім ұғымы туралы біз тағы да қандай түсінік білеміз? Иә, балалар, біз 3 сыныпта қайталағанбыз. Яғни сан есімнің реттік сан есім және есептік сан есім бар екенін білеміз. Олай болатын болса, балалар, бүгін біз сендермен сан есімнің тағы түрлерімен танысамыз. Өздерің көріп отырғандай, сан есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді екен. Дара сан есім, балалар, бір ғана сөзден тұрады екен. Ал күрделі сан есім, балалар, 2 немесе одан да көп сөздерден құралады екен. Сонымен дара сан есім есімізде сақтаймыз, бір ғана сөзден тұрады. Олай болса, мысал ойлайық, қане, балалар. Ал менің өзімнің құраған мысалымды көрсетейін. 8, 3, 6. Қараңдар, балалар, бұлар бір ғана сөзден құралып тұр. Ал күрделі сан есімге сөз ойлайық, кәне. Ал мен өзімнің құраған сөзімді назар аударыңдар. 17.005 және 34. Ал балалар, қараңдаршы, 17.005 деген сан есім неше сөзден құралып тұр? Дұрыс айтасыңдар, 4 сөзден құралып тұр. Ал 34 деген сан есім 2 сөзден құралып тұр екен. Олай болса, балалар, күрделі сан есімдер жеке-жеке жазылады екен. 10, 7, 1005. Міне, балалар, дара сан есімнен гөрі күрделі сан есім осылай жазылады екен. Есімізге мұқият сақтап алайық. Келесі, балалар, осы түсінгенімізді кәне қолданып көрейік.
Олай болатын болса, түртіп алу әдісі. Түртіп алу әдісінде балалар, мен сендерге мәтін ұсынамын. Сол мәтіннен тек қана сан есімдерді теріп жазамыз. Ал тыңдаңдар және қараңдар. Ғарышқа 1957 жылдың 3 қарашасында алғашқы жол салған Лайка деген ит болған. Оның артынан басқа да иттер ұшырылды. Олар 1960 жылдың 19 тамызында ұшырылған Белка мен Стрелка иттері болатын. Олармен бірге 40 тышқан, 2 сұр тышқан ұшырылды. Олар жерді 17 рет айланып отырған. Ал балалар, берілген сан есімдерді теріп жаза қойыңдар. Өздеріңнің дәптерлеріңе түртіп алыңдар. Сонымен балалар, мен сендердің сөйлемдерден сан есімді теріп алып жазғандарыңа сенімдімін. Және де балалар, каллиграфиялық талаптарды сақтай отырып, ұқыпты жаздыңдар деп ойлаймын. Келесі сабағымыз балдар, осы сан есімнің дара және күрделі түрін талдауды үйренейік. Ол үшін біз зерекпіз әдісін қолданамыз. Берілген сөздердің түріне қарай сәйкестендіреміз. Ал сонымен біздің сабағымыздың мақсаты не еді балалар? Дұрыс айтасыңдар, сабақ мақсаты дара сан есім мен күрделі сан есімді ажырату болатын. Ал енді мен сендерге сөз беремін, сол сөздерді сәйкестендірейік. 47 дара сан есім ба, күрделі сан есім ба? Дұрыс айтасыңдар. 47 саны күрделі сан есім. Себебі бұл сөз 2 сөзден құралған. Ал енді келесі сөзді. 60 дара сан есім ба, күрделі сан есім ба? Дұрыс айтасың. Бұл дара сан есім. Себебі, кәне, қалай ойлайсыңдар? Ойларыңды тексеріңдер. Яғни бұл бір ғана сөзден құралған екен. Келесі сөз 502. Дара сан есім ба, күрделі сан есім ба? Ал сәйкестендіре қойыңдар. Ойларыңды дәлелдейміз. Не себепті дара сан есім немесе күрделі сан есім? Келесі 50. Ал бұл қандай сан есім? Дараға жатқыздың ба, күрделіге жатқыздың ба? Кәне, жақсы, мен сені дұрыс ойлайды деп ойлаймын. Келесі 703. Ал бұл сөзіміз дара сан есім ба, күрделі сан есім ба? Сәйкестендіреміз балалар. Келесі 89. Бұны да есепте айтамыз балалар. Олай болатын болса, жарайсыңдар балалар. Келесі ойымызды, түсінгенімізді жинақтайық. Мен білемін әдісі. Ал кәне, сан есім туралы білімімізді жинақтайық. Сонымен біз сан есімнің түрлерін таныстық, олай болатын болса, ал біз не білеміз сан есім туралы? Сан есімнің мағынасы қалай еді? Дұрыс айтасыңдар. Сан есімнің мағынасы заттың санын білдіретін. Келесі балалар,
сан есімнің сұрақтары қандай еді? Кәне есімізге түсіріп көрейік. Ал түсіргендеріңді менікімен салыстырып, өздеріңді тексеріп көріңдер. Сан есімнің сұрақтары қанша, неше, нешінші, қаншасыншы. Жақсы балалар. Келесі балалар, сан есімнің екі түрі болатын: есептік сан есім және реттік сан есім. Бұл екеуінің айырмашылығында жұрнақтар бар болатын. Кәне есімізге түсірдік. Келесі балалар, бүгінгі біздің өткен дара және күрделі сан есім екен. Есімізге балалар мұқият сақтап алайық. Жарайсыңдар, естеріңе сақтадыңдар. Ал олай болса балалар, келесі біздің әдісіміз ой толғаныс әдісі. Бұл жерде балалар, мен сендерге иә жоқ деген ойынын ұсынайын деп отырмын. Ал балалар, мен берген сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап беріп отырамыз. Ал бірінші сұрақ: сан есім заттың санын білдіреді. Иә ма, жоқ па? Екінші: 30 дара сан есім. Иә немесе жоқ? Келесі: төртінші есептік сан есім. Иә ма, жоқ па? Келесі: күрделі сан есім бір сөзден тұрады. Иә ма, жоқ па? Мұқият боламыз балалар. 600 дара сан есім. Иә ма, жоқ па? Кәне. Келесі 6-шы, күрделі сан есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Ал иә ма, жоқ па? Келесі, дара сан есім бір сөзден құралады. Иә немесе жоқ? 264 күрделі сан есім. Иә ма, жоқ па? Жақсы. Келесі соңғы балалар, реттік сан есім ыншы, інші жұрнақтарын жалғау арқылы жасалады. Иә немесе жоқ? Ал балалар, бұл біздің ой толғаныс әдісі. Ойымызды жинақтап жауап берді деп ойлаймын мен сендерді. Олай болатын болса балалар, үйге тапсырма. Оқулықтағы 100-ші бет 59-шы тапсырма. Бұл жерде балалар сендерге мәтін берілген. Мәтіннен көшіреміз мәтінді және сан есімдерді сөзбен көшіріп жазамыз. Және балалар, дара сан есім ба, күрделі сан есім ба, ауызша өзіміз талдаймыз. Жақсы балалар, келесі сабаққа кездескенше біздің қашықтықтан оқыту қазақ тілі сабағымыз аяқталды.